Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бауырдан жасалынатын котлеттің рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп алыңыз. Бізге керегі бауыр, пияз, сәбіз, чеснок, жұмыртқа, сүт және ұн керек болады. Ең алдымен бауырымызды жуып, жақсылап тазалап аламыз. Жақсылап тазалап алып, турап блендермен өткізіп аламын. Блендер жоқ болса, мясорубкадан 2-3 рет өткізу керек болады. Жақсылап араластырып өткізіп аламыз. Осы блендермен пияз, сәбізімізді, чесногымызды салып, тағы да өткізіп аламыз. Және 3 жұмыртқамызды саламыз. Тұз, бұрышымызды саламыз. Және сүтімізді құямыз. Сүт 100 граммдай сүт қосылады. Жақсылап араластырып, ұнымызды қосамыз. Үлкен қасықпен мен 4 ас қасық ұн қостым. Жақсылап араластырып, қызып тұрған табамызға майымызды құйып, 1 қасықтан салып, немесе 1,5 қасықтан салып, пісіріп аламын. Осылай 2 жағын қызартып, пісіріп аламыз. Осылай барлығын қызартып пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Егер менің рецептіммен жасаңыздар, ұнап жатса лайк басыңыз.